Сәлеметсіздер ме? Математика пәні есеп шығару ақшаны қалай төлейміз? Алдымен есеп туралы есімізге түсірейік. Есеп шартынан тұрады және сұрағынан тұрады, шешуі болады және жауабы болады. Есептің екі бөлігі болатынын есіңе сақта. Біріншісі шарты, екіншісі сұрағы. Есептің шартын сызба түрінде көрсетуге ыңғайлы. Сен бүгінгі сабақтан саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесің. Есепке сәйкес тірек сызбаны таңдай алатын боласың. Есеп. Назым асханадан тоқаш пен бір стақан сүт алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсады? Бірінші есептің шартын жазамыз. Назым асханадан тоқаш пен бір стақан сүт алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүттің бағасы 30 теңге. Келесі сұрағын жазамыз. Назым қанша ақша жұмсады? Сұрағын жазғаннан кейін шешуіне көшеміз. 20 теңге тоқаштың бағасы, 30 теңге бір стақан сүттің бағасы. Яғни Назым қанша ақша жұмсаған білу үшін бір стақан сүттің бағасына тоқаштың бағасын қосамыз. Нәтижесін тапқаннан кейін жауабын жазамыз. Назым 50 теңге жұмсады. Ал енді барлығымыз бірге орындап көрейік. Экраннан не көріп тұрмыз? Қарындаш пен өшіргіш. Мына сұрақтарға жауап бер. Қарындаш қанша тұрады? Қарындаш 10 теңге тұрады. Өшіргіш қанша тұрады? Өшіргіш 8 теңге тұрады. Сурет бойынша есеп құрастырып және оны шығарып көрейік. Есеп. Жансая дүкеннен 10 теңгелік қарындаш пен 8 теңге тұратын өшіргіш сатып алды. Ол барлығына қанша теңге жұмсады? Алдымен қысқаша шартын жазып аламыз. Қарындаш 10 теңге, өшіргіш 8 теңге. Қысқаша шартын жазып алғаннан кейін сұрағын жазамыз. Сұрағы қанша теңге төледі? Сұрағын жазып болғаннан кейін шешуіне көшеміз. Шешуін сызба арқылы да көрсетуге болады. Жансаяның қанша ақша жұмсаған табу үшін қарындаштың бағасына өшіргіштің бағасын қосамыз. Шешуін тауып алғаннан кейін жауабын жазамыз. Барлығына 18 теңге жұмсады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.